Құрметті мен оқырмандарым, жетім баланың жан тебіретер тағдырының 6 бөлімі. Әженің соңғы аманаты. Әжесінің жағдайы күннен күнге нашарлай берді. Дәрігерлер қолдан келгеннің бәрін жасағанмен оның өмірінің соңғы кезеңі жақындап қалғанын жасырмады. Айбек ауруханаға күн сайын келетін. Ол әжесінің қолынан ұстап, ұзақ, үнсіз отыратын. Бір күн әжесі ақырын ғана көзін ашып, «Айбек балам, маған жақынырақ келші» деді. Айбек еңкейіп әжесінің қолын алақанын алды. «Әже, бәрі жақсы болады. Сіз әлі талай жыл менің жанымда боласыз». Әжесі жымиып басын шайқады. «Жоқ, қарағым. Әр адамның бұл өмірдегі өз уақыты болады. Мен сенен бір ғана өтінішім бар. Айтыңызшы, әже, орындаймын». Әжесі жастығының астынан кішкентай ағаш сандықшаның кілтін шығарды. «Бұл сандықты мен ұзақ жылдар бойы ешкімге аштырмадым. Оның ішінде сенің отбасыңа қатысты естеліктер бар. Бірақ оны мен өмірден өткеннен кейін ғана аш». Айбек кілтті қолына алып үнсіз басын изеді. «Тағы бір аманатым бар, балам», деді әжесі әлсіреген дауыспен. «Ешқашан жүрегіңдегі мейірімді жоғалтпа. Сен көрген жалғыздықты басқа балалар көрмесін. Сол үшін еңбек ет». Айбектің көзінен жас ыршып кетті. «Уәде беремін, әже». Сол түні ауруханада дәлізі тым-тырыс болды. Таңға жуық дәрігер палатадан шығып Айбекке үнсіз ғана қарады. Ол бәрін түсінді. Әлем бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Айбек әжесінің соңғы рет маңдайынан сүйіп, «Рахмет сізге, мені жалғыз қалдырмағаныңыз үшін» деп сыбырлады. Жерлеу рәсімінен кейін Айбек әжесінің үйіне барды. Үйдің шыбырындай тыныш еді. Ол сандықтың кілтін қолына алды. Жүрегі қатты соғып тұрды. Кілт құлыпқа баяу кірді. Сандықтың қақпағы ашылған сәтте оның көзі ескі суреттерге, хаттарға және қалың қоңыр конвертке түсті. Конверттің сыртында бір ғана сөйлем жазылып тұр екен. «Айбекке, мұны өміріңді өзгертетін шындықты білуге дайын болғанда ғана аш». Айбек үнсіз конвертті қолына алды. Ол оның ішінде не бар екенін әлі білмейтін.